Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен People's Book'тың Part 2 екінші бөлім Lesson 5 5-ші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Listen, point and repeat. Say the words in your language. Не дейді? Таңда, белгіле және бірге қайтала дейді. Біз жаттау үшін әрдайым қайталауымыз керек. Сол себепті бірге қайталайық. Мына бізде антонимдер берілген, Қараймыз, сумка бізде қандай? Үлкен, Мынау кішкентай. Үлкенді біз ағылшын тілінде big. Big, big, big. Қолымызбен көрсетсек те болады, міне. Big, үлкен, Қараймыз, міне, үлкен. Big, big, big. Small, small, кішкентай, маленький. Small, small, small. Келесіге қараймыз. Кітаптар, Old, old, old. Old деген ескі. Old, old, old. Міне, осылай жазылады. Ескі. New, new, new. Жаңа. Қайталаймыз, New, new, new. Жаңа. Long, ұзын. Long, ұзын. Міне. Long, ұзын. Short, қысқа. Short, қысқа. Міне. Short, қысқа. Енді бірге қайталайық. Үлкен, big. Small, кішкентай. Old, ескі. New, жаңа. Long, ұзын. Short, қысқа, Біз YouTube'дан қысқа метражды видеоларды көреміз, Short деп айтады, Short сол қысқа. Short қысқа. Long ұзын. Big үлкен. Small кішкентай. Old ескі. New жаңа. Есімізде қалу үшін комментарияға теріп жазсақ болады. Exercise 2. Listen and color дейді, тыңдап және бояймыз дейді. Түстермен бірге. Exercise 3. Talk with your friend. Досымен бірге сөйлес, яғни диалог құра. I have got a school bag. Не дейді? Менде сумка бар. What color is it? Сумканың түсі қандай деп сұрап тұр, It is blue. It is big. Мына жерде екіншісін сұрап тұр. Is it big or small? Ол үлкен ба? Немесе кішкентай ма деп тұр. Жауап береді. It is blue, көк және үлкен дейді, Яғни сумканы көкпен үлкен етіп бояймыз.